Ё-майо, азанда 9-да келип міне кешкі 5-те уже жұмыстан кетейін деп тұрмын. Аздаған сағаттар қалды мен жұмысымның аяқталуына. Бүгінгі күннің жұмысы дегендей, енді мен кете берсем болады. Аздаған уақыттар, минуттар кетті ендеше мен. Ё-майо, мынау деген керемет болды енді жұмыс. Айлық қашан түседі екен айтпақшы. Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Мейірбек, және бүгін мен ауылдағы өмірдің бірінші сериясын бастайтын боламын. Мен мына жерде банк қызметкері болып істеп жүргеніме 3 жылдай уақыт болды. Сол енді айлығы да аз, ондай қатты көп емес, 500 мың жетпей жатыр маған. Мына қалада тұру дейтін 500 мың аз. Ё-майо, білмеймін енді. Мен Мустан кабағым машинам бар енді. Еще анақта гаражда тағы бір машинам бар. BMW i8 дейтін машинам бар ғой. Ойбай, бұл қалада енді шумный қала, бұл қалада білмеймін, машиналар әдепсіз жүреді, адамдар көшеде. В общем, бір сөзбен айтқанда пофиг бұларға бар ғой. Үстіп басып кете берсең үндемейді. Үстіп басып кете бересің, енді амал жоқ қия. Так, бұл жақта емес, біздің үйіміз повороттан шатастық, өтіп кеттік. Так, давай осы жаққа бұрыл. И давай, міне кеп қалдық үйге. Мә, кеш батып жатыр уже. Күн деген жаман ысып бара жатыр күннен күнге. Базар жоқ. Так, осы жерге қоя салайын. Вот әне менің BMW i8-ым. Түсейік машинадан. Мынау тоқтай ма или? Енді біздің қала айтып жатырмын ғой, әдепсіз деп. Адамдарды білмеймін, пофиг бұларға, біреудің үйі ма, сен үйің ба, қызықтырмайды. Мен де любой біреудің үйіне кіріп кете беруіме болады. Бірақ бұларды бар ғой, қуу үшін мен битем ғой, әрдайым мынандайларды абалам да міне. Үстіп су шашып қуам бұларды. Өте бір қашады олар сосын. Наңғырыңдар қазір. Үстіп тұрып атамыз. И давай ат тигізу керек. Ё-майо. Мынау деген телефон ішіне кіріп кеткен енді. Давай так. Осылай атайық. Мен не істеп кеттім? Бала болып кеттім ғой. Давай одан көрі үйге кірейік. Әрине гараж арқылы кіруге де болатын еді, бірақ мен осылай кіруге шештім. Наңғырыңдаршы, бәрі соткада әйтеуір. Ё-майо. Давайте біздер үйге кірейік. Міне менің үйім. 500 мың айлықпен осындай зор үйде тұрам ғой мен дейтін. Бірақ бұның өзі біздің қалаға жараспайды. Бәрі күледі адамдардың іші негізі. Кеткі суға түсейік ендеше. Хоппа, вау, кайф. Негізі үстіп бір шомылбаған дұрыс. Все, енді үйге кіре берсек болады біздерге. Шаршадым мен бар ғой, дым жегім кеп тұрған жоқ. Аппетит тартпай тұр. Давайте сразу жатып ұйықтайықшы. Таң ата берсін. Сосын ертең тағы жұмысқа бару керек болады. Шаршап кеттім енді. Айтпақшы, мен ютубымна хабар алайыншы. Так, давай отырайық. Так, ютубқа кіріп қарайтын болсақ. Мен каналымда уже 1820 адам. Көп рахмет бәріңе тіркеліп атқандарыңа. Әзген таяқ қалыппыз ғой 2000 жазылушыға. Давайте мен осы видеода мынандай ойын жарысайық. Былай ғой. Біздер жарысамыз, сен және мен болып. Егер 2000 подписчикке шейін мен 30 видео шығарып үлгермесем, яғни каналда 100 видео болып тұру керек, 2000 подписчикке шейін 100 видео қыла алмасам, мен рандомизерге салам бәріңді, комментарий толтырып жазып жүріңдер сол үшін. И саламда бірінші отып шыққан адамды, мен 100 подписчикке дейін көмектесетін боламын. 100 подписчикке дейін, превьюін дайындап, ава шапкасын дайындап, идеялар айтып, үйтіп көмектесетін боламын 100 подписчикке дейін. Егер мен 100 видео шығарып үлгерсем, яғни сендер ұтылған боласыңдар, маған бірақ қайта 30 болады. 2000 подписчик әрі келеді, сендер тіркеліп атсыңдар ғой. Оту үшін что? Мен видео шығаруға тырысып атырмын дейікті, 30 видео, 100 видео қылуым керек арнада, тағы да 30 видео шығаруым керек мен деген. Осылай мен жарыс ұйымдастырғым келіп отыр, сен және мен болып. Давайте, егер қызықты болса, әр видеоға лайк басып, комментарийді толтырып жазып жүріңдер, 5-6 комментарийдан. Қызықты болады деген ойдамын. Енді ютубта хабар алатын болсақ, бәріңе рахмет. 1820 подписчик, бірақ актив әбден түсіп қалыпты. Бұл мені
көңүлүмдө түсүрдү. Иә, мен сол активди көтөрүү үчүн жакшылап туруп осундай жарыш уюмдаштыргым келди. Жакшы, эндеше мен жумустан келген адаммын, саат дейтин уже 9 болуп кеткен. Еба. Так, ендеше мен жатып алып уюктайын одан көрө. Иә.